мен айтайын, еш жерде айтпағам. Бірінші рет айтайын деп отырмын, былай айтқанда. Менде 2000 қателеспесем 20-шы жылы Ақтөбеде сборда болғам. Сол кезде менде өте ауыр жарақат болды. Карьерамды толықтай 100% аяқтап кетуге жақын қалдым. Ол жарақатын менде мойнынан грыжа болды. Жаттығу барысында мен ACL лигасына төбелесуім керек еді. Сол жаттығуға Ақтөбе қаласына дайындалып жатып, бір жаттығулардың бірінде мойным ауыра бастады. Лопатка дейді ғой, лопаткам ауыра бастады. Нақты мойным ауырған жоқ, лопатка ауыра бастады. Сөйтіп мен түсінбедім, 2-3 күн жаттығу жасай бердім, суық тиіп қалып ауырып қалады ғой. Сол сияқты ауырып қалған шығар деген сияқты оймен. Сөйтіп жасай бердім, бірақ уже күннен күнге ауыра бастаған, қатты сезіле бастады. Уже бір 4-5 күннен кейін жаттығу жасау мүмкіндік мүлдем болмады деп айтуға болады. Сосын Айбек ағайға айттым. Айбек ағайға да рахметін, алғысымды білдірем. Өте үлкен септігін тигізді карьерамда. Сосын ағайға айттым, ағай, мен что-то иығым қатты ауырып жатыр, маған кішкене больницаға көріну керек сияқты деп больницаға жіберді. МРТ снимогын жасап қарасақ, бізде 3 грыжа шықты мойнымнан. 4,5 мм шамамен. 4,5-4,7 мм. 10 күн өткеннен кейін сол қолым 90%-ға отказ берді десем болады, жұмыс істеудің. 5 килограммнан артық көтерсем ұзақ уақыт ұстап та тұра алмаймын. 5 килограммнан артық көтере алмай да қалдым. Сөйтіп больницаға барған уақытында маған айтты, саған мүлдем спорт болмайды, айналысуға деген мүмкіншілік жоқ. Өйткені мен біреуді ұрмақты күлі қолымды көтере алмайтын. 80-90% қолым отказ берді. Грыжа защемление болған кезде, нерв, мойындағы грыжалар қысылған кезде қолға береді екен. Мен сол қолыма берді. Сөйтіп нервтар қысылғаннан кейін қолым толықтай 80%-ға жұмыс жасауын тоқтатты десем де болады. Мен шамамен бір 2-3 айдай сол қолым бар екенін ұмытып қалған жағдайлар болды, кездер болды. Өте қатты қиналдым сол кездерде. Оны ешқандай интервьюда айтқан емеспін, бірақ ол период басымнан өтті.